Қалайсың? Сен смартфоннан ойын ойнай аласың, біреуге хабарлама жаза аласың, әуен тыңдай аласың. Бірақ сен мына смартфонды 100%-ға қолданасың ба? Бүгін осы видеода біз сіздерге мына смартфонның пайдалы функцияларын айтатын боламыз. Видеоны аяғына шейін көрсең, сен мына смартфонның 11 жасырын мүмкіндіктерін білетін боласың. Каналға жазылып, видеоға лайк басып, қоңырауды бассаң, бастайық. Керемет Нұр арнасына қош келдің. Бірінші бізде бұл смартфонның мүмкіндігі интернет жоқ жерде сайттарды ашу. Қалай дейсіздер ғой? Өздеріңізге мәлім, егер де сіздер бір сайттарды оқығыңыз келсе, сізге міндетті түрде интернет керек болады. Яғни интернет жоқ кезде сіз ешқандай сайттарды аша алмайсыз. Сізде не подключен к интернету, интернетті қосыңыз, интернетіңіз дұрыс емес деген сияқты сөздер шыға бастайды. Интернетіңіз жоқ ба, сіз сайттарды аша алмайсыз. Бірақ біз сіздерге қазір қалай интернет жоқ болса да өзіңіздің смартфоныңызда сайттарды ашу керектігін көрсететін боламыз. Ол үшін сіз өзіңіздің Google Chrome қандай да бір браузермен қолданатын болсаңыз, сол браузерді ашып, өзіңізге керек сайтты ашып, сол жердегі оң жағындағы 3 нүктені басып, жанында скачать дегенді басасыз. Сол кезде сізге жаңағы сайт сіздің Google Chrome'ыңызда жазылады да, сіз енді интернетсіз метрода болсын, ауылда болсын, интернет қай жерде істемейді, сол сайтты сіз оп-оңай аша алатын боласыз. Өзіңізге керек мәліметті интернеттің көмегінсіз кез келген жерде, кез келген уақытта қолдана аласыз. Бұл керемет тәсіл. Және де бізде екінші мүмкіндігі, бірақ бұл жерде сіздің смартфоныңыздың зарядка алуын тез баяулататын, және де өздеріңіз білесіздер, басында смартфон жақсы зарядка алып жүріп, бір уақыт өте келе өзінің бір заряд алуын біршама төмендеттіреді. Оған бір себептердің бірі ол жаңағы зарядка тығатын жері, тесігі, ол жерге шаңдар тұрып қалуы мүмкін. Және де сіздерге айтарым, оны ай сайын немесе 2 ай сайын ол тесікті шаң түсіп қалған жерлерді тазалап отыру қажет. Тазалауға сіздерге лайфхак, кез келген укол салатын спричті аласыздар да жаңағы астынан үрлейсіздер. Сол уақытта жаңағы ішіндегі шаңдардың бәрі үрлеген кезде жайылып жоқ болып кетеді. Немесе бір қатты емес заттармен ішін тазалауға болады. Сол кезде сіздің смартфоныңыз тез заряд алатын болады. Және де жаңағы тесігі бітеліп қалмайды. Бізде смартфонның үшінші функциясы бұл негізі шыны керек. Негізі құрылыста жұмыс істеп жүрген адамдарға көмегін тигізері анық. Бірақ сонда да сіз кез келген затта, кез келген жерде дәлдікті білгіңіз келіп жүретін адам болсаңыз, сіздің смартфоныңызға дәлдікті тура көрсететін уровень жаза аласыз. Өзіңіз көргенде шығарсыздар, құрылыс жасау барысында дәлдікті анықтау үшін уровеньдер қолданады. Соның арасында сіз өзіңіздің смартфоныңызды де қолдана аласыз. Ол жерде Play Marketте сізге керек приложение жазып аласыз да, алып дәлме-дәл көрсеткішті қолдана берсеңіз болады. Керемет. Және де сіздің смартфоныңыздың тез заряд алуына тағы бір пайдалы кеңес. Ол үшін сіз зарядкаға қою барысында егер тез алсын десеңіздер, өзіңіздің смартфоныңызды авиа режимге қойып тастаңыз. Ол сіздің смартфоныңыздың тез заряд алуына біршама көмегін тигізеді. Ол авиа режимге қою барысында кіріс пен шығыс сигналдарын, және де Wi-Fi-дің қаншама сайттардың алмасуын блокировка жасап, телефон түксіз қалып қояды. Сол уақытта авиа режимді қосқан кезде, сол кезде сіздің смартфоныңыз тек заряд алу жұмысын ғана атқарады. Сол кезде сіздің смартфоныңыз тез заряд алатын болады. Әрі қарай жалғастырмастан бұрын біздің каналға жазылуды ұмытпа. Қаншама ақпараттар, керек заттарды біздің каналдан біліп отыратын боласың. Жазылсаң, рахмет. Және де тағы бір пайдалы мүмкіндігі, қазіргі смартфондардың, егер де сіздерде iOS желісі болса, яғни iPhone смартфондар сізде болса, жазылған текстің бәрін бірдей өшіргіңіз келсе, қолыңызда ұстап тұрған смартфонда жай ғана сілкісеңіз болғаны. Сол кезде сізден вкладка ашылады. Жаңағы барлық текстіңіз белгіленіп, сізден сұрайды, бүкіл текстті өшірейік па немесе қалдырайық па деген сияқты. Сіз сілку арқылы барлық текстті өшіре аласыз. Керемет. Және тағы бір ыңғайсыз жағдайға келтіретін, ойын ойнау барысында немесе біреумен сөйлесу барысында, Google Chrome'нан кино көру барысында сізге қаншама рекламалар шыға береді. Бітпейтін реклама. Миыңызды ағызатын рекламаларды алып тастағыңыз келсе, мүлдем алып тастағыңыз келсе, ол үшін тест приложенияларды жазып алудың қажеті жоқ. Бар болған сіз өзіңіздің смартфоныңызды авиа режимге қойып, самолет немесе полетқа қойсаңыз, сіздің смартфоныңыз кіріс сигналды алмайды да, Wi-Fi-ға интернетке доступ болмағандықтан ешқандай реклама сізді мазаламайтын болады. Бірақ бұл жерде ойынға кіріп кетіп, кіріс
қоңырауларды ұмытпаңыз, өйткені сізге қоңырау шалып жатқан адамдар қоңырау шала алмай қалады. Сондықтан ойынға кіріп кетпеңіз. Жетінші бізде пайдалы мүмкіндігі бұл смартфондардың ұйқы таймері. Ұйқы таймері дегеніміз, егер де сіздер смартфонның кезінде ұйықтау барысында егер де сіз музыка тыңдайтын болсаңыз, белгілі бір уақытқа таймер қойып, өзіңіздің қалаған уақытыңызда 30 минут 1 сағатқа музыка ойнап, 1 сағаттан кейін музыка өшіруін қойып қоя аласыз. Тыңдағыңыз келсе, таймер қойып қоясыз, ұйқы таймерін. Мысалы 1 сағаттан кейін музыканы өшіру деп, сосын ұйықтап қаласыз. Егер де сіз 20 минуттен ұйықтап қалсаңыз, әр жағында қосымша 40 минуттан кейін сіздің смартфоныңыз музыкасы өшіп қалады. Бұл біріншіден сіздің құлағыңыздың ауыртпауына біршама көмегін береді және сіздің смартфоныңыздың зарядкасы отырмауына көмегін тигізеді. Сондықтан ұйқы таймермен қолданып жүріңіз. Бірақ тоқтаңыз, бұл сіздің смартфоныңыздағы музыканы өшіріп қана қояды. Сіздің құлаққабыңызды құлағыңыздан алмайды. Бірақ келе-келе мүмкін ол да болып қалар. Егер де сіздер тура солай ойласаңыздар, келешекте құлаққапты алатын смартфондар пайда болады деп ойласаңыздар, міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. 8-ші пайдалы бұл функциясы смартфондардағы қазіргі таңда сізде ноутбук бар деген ойдамын. Егер де сіздер ноутбуктан бір алыс шақырымда, бір алыс қашықтықта болатын болсаңыздар, кино көру барысында оған жақындап, тачпадына жақындау үшін, сіз мышкасына жақындау үшін ноутбукқа бару керексіз. Егер де сіз тұруға ерінсеңіз, сіз смартфоныңыз арқылы сымсыз тышқан приложениясын жазып алу арқылы өзіңіздің қара қашықтықта тұрған ноутбугыңызбен кез келген затты істей аласыз. Яғни тоқтата аласыз, кино көріп жатсаңыз ойын ойнай аласыз, немесе кез келген заттарды істей аласыз. Ара қашықтықта сымсыз қолданатын мышка смартфоныңыз арқылы. 9-шы бұл пайдалы мүмкіндіктері, бұл смартфонға сіз өзіңіздің қожайынның атын жазу, өзіңіздің атыңызды жазу, және де емайлыңызды жазу, туысқандарыңыздың атын жазу, туысқандарының нөмірін, өзіңіздің нөмірлеріңізді жазу. Бұл қандай мүмкіндіктерде не үшін жазылады дейсіз? Егер смартфоныңызды жоғалтып алсаңыз, оны біреу тауып алатын болса, ол барлық данныйды ішінен көріп отыратын болады. Және де ол сізге жаңағы нөміріңіз арқылы, емайлыңыз арқылы сізді тауып алып, сізге смартфоныңызды сыйлайтын болады, немесе ақыл кеп беріп, сізге смартфоныңызды беретін болады. Кейбір смартфондарда сіз жай ғана нөмір мен аты жөнін ғана емес, қан тобында жаза аласыз. Яғни егер де сізде бір нәрсе болып қалса, Құдай сақтасын, бірақ бір нәрсе болса, сіздің қан тобыңызды тез анықтау үшін бұл дәрігерлерге өте керемет көмек. 10-шы бізде пайдалы мүмкіндіктері, бұл смартфонның өшіру кнопкасын телефонмен сөйлесудің аяқтау кнопкасы етіп қылдыру. Яғни қалай дейсіздер ғой, сіз біреумен сөйлесіп жатқан кезде жаңа қызыл кнопканы басып сөйлесуді аяқтау үшін кнопканы баспай-ақ жаңағы жанындағы өшіретін кнопканы баса салсаңыз, телефон жаңағы автоматты түрде сөйлесіп жатқан адамыңызбен сөйлесу аяқталынады. Оны қалай істеуге болады? Егер сіз настройкаға кірсеңіз, сіз ол функцияны оп-оңай таба аласыз. Сол жердегі қосу пәрменін бассаңыз, сізде жаңағы өшіру кнопкасы телефондағы хабарлама, телефондағы сөйлесу кнопкасы бола алады. Сіздің кез келген жаңағы телефонды қызыл кнопканы басып барысында құлатып алуыңыздан немесе ыңғайсыз жағдайлардан сақтап қалады. Өйткені кнопка ыңғайлы. 11-ші бізде смартфондардың пайдалы мүмкіндіктері, ол қонақ режимі. Қонақ режимі қалай дейсіздер ғой? Егер де сіздің смартфоныңызды достарыңыз, тағы да бір туыстарыңыз, жақындарыңыз сұрайтын болса, сіз смартфоныңызды бергіңіз келмей тұрады. Өйткені оның ішінде сіз ғана білетін заттар болуы мүмкін, немесе бір керек заттар, немесе жасырын заттар, бір енді бөліскін келмей тұратын заттар болуы мүмкін. Бірақ ондай уақытта сіз саспай қонақ режимін қосып кез келген адамға бере аласыз. Қонақ режимінде жаңағы сіздің смартфоныңызды алған адам ешқандай доступқа кіре алмайды. Яғни смартфонды қалай ең басында сатып алдыңыз, түксіз, ешқандай бір түгі жоқ. Тура сол сияқты адам жаңағы жерде қабылдайды. Өйткені сіз оған қонақ режимін қойып қойдыңыз. Қонақ режимі негізі өкінішке орай ол Android желісінде ғана жұмыс жасайды. Жоғарғы жағында иконка тұрады, соған басып гостевой режим деп тұрады. Сол гостевой режимді басқан кезде қонақ режиміне түседі. Бұл жерде ішінде WhatsApp та болмайды, Instagram да болмайды, Facebook та болмайды, және фото болмайды, ішінде түк болмайды. Бір сөзбен айтқанда, заводской бір жаңадан шыққан смартфон. Ал сіздің барлық жаңағы керек заттарыңыз ол өзіңіздің режиміңізде жатады. Ал қонақ режимінде сіз кез келген адамға бере аласыз. Жаңағы адам алады да, мынаның ішінде түк жоқ қой, жарайды қызықсыз екен дейді де өзіңізге қайтарып береді. Ал сіз ешкімге айтпай өзіңізге керек заттарды сақтап қаласыз.
Керемет. Достым, видеоны аяғына шейін көргеніңе рахмет. Каналға жазылып, бізбен бірге боласың деген ойдамын. Осы видеоны білу керек деген достарыңа жіберуді ұмытпа. Келесі кездескенше, дидарласқанша.